Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін басымыздағы қайызғақ туралы айтатын боламыз. Шашты жиі жуған зиян болса, ұзақ уақыт жуылмаған шашта теріге зиянды. Бас терісінің құрғауынан қайызғақ пайда болады дегенге барлығымыз сенеміз, және қайызғаққа қарсы өнімдік жайлы әркім әрқалай кеңес береді. Сол өнімдерді қолданып шашымыздағы қайызғақты құтылудың жолдарын іздейміз. Бірақ шыны керек, қайызғақтың пайда болуы да адам денсаулығының бір кінәрат болғандығының белгісі. Қайызғақ сапасыз немесе дұрыс таңдалмаған сусабындардан қалған нәтиже емес, бұл тері ауруының бір көрінісі. Себебі қайызғақ тек шашта ғана болмайды, кейде бет терісінде де, қаста да, тіпті кірпікте де қайызғақтың пайда болуы мүмкін екенін білесіз бе? Адамның иммунитеті төмендегенде осындай жағымсыз ақ теңдеулер пайда болады екен. Қайызғақтан қалай құтыламыз? Ол үшін ең тиімді жолдардың бірі өсімдік қайнатпасымен шашты жуу. Қайызғақ басыңызды қышытып жағымсыз әсер қалдырса, тезірек жоюға тырысыңыз. Көбейіп кетсе, шаш сұлулығын нұқсан келтіреді. Түймедақ және қалақай, крапива гүлдерінің қайнатпасымен шашты жуып, жеңіл уқалау. Бірнеше тамшы шай ағашы майын сусабынмен араластырыңыз. Ылғалды шашқа жағып, жеңіл қимылмен уқалай отырып шашты жуыңыз. Пиязды дайындалған қайнатпамен оқтын-оқтын шашыңызды жуып тұру керек. Қайызғақты жойып алатын алдын алады. Ересектерде көбінесе 14 және 25 аралығында жиірек бетпе-бет келіп жатады екен. Себебі ағзадағы гормондық өзгерістерге байланысты. Ендеше алма сірке суының қайызғағымен күресуді тиімділігін осы жастағылар біле жүрсе құп. Алма сірке суының құрамындағы органикалық қышқылдар бас терісін тиімді тазартады. Қайызғақтың пайда болуына бөгет жасайды. Бұл өнім тері зеңдерінің бас көтеруіне жол бермейді. Сонымен қатар шаш терісін әрі жылтыр болып түседі. Алма сіркесінің құрамында А, В, С, Д дәрумендері пектин және қышқылдар шаштың фолликулаларын нәрлендіреді. Терідегі өлі жасушаларды жойып, жаңасының түзілуіне мүмкіндік береді. Бас терісінде әртүрлі токсиндер мен кірден тазартады. Алма сірке суымен массаж жасау шаштың тонысын жақсартады. Бас терісіндегі микробтарды өлтіреді. Алма сірке суын кез келген азық-түлік дүкендерден оңай табуға болады. Жағымды иісі болады, яғни алманың иісі аңқиды. 4 немесе 6% болуы мүмкін. Бір стақан ыстық суға 4 ас қасық алма сіркені қосып араластырыңыз. Жуылған шашқа жағып, бірнеше минутта бас терісін уқалаңыз. Кейін жылы сумен шайып тастайсыз және өздігінен кебуіне күтіңіз. Яғни сүлгімен шашыңызды сүрткен соң шаш кептіріш құралын қолданбаңыз. Кішкентай балаларда да қайызғақ болмайды деп ойлайсызсаңыз қателесесіз. Олардың терісі әсіресе көктем, жаз мезгілдерінде көбірек байқалады. Тоған суда, өзен, көлдерге жақ бойы шомылып өскен ауыл балалары қазір есіне түсіре алатын шығар. Судан шыққан соң құрғаған теріде әппақ болып қайызғақ шығады. Судан шығып күнге қыздырылған соң тері жарылып кеткен дейтін болжам жасайтынбыз. Бірақ уақыт өткен соң өздігінен қалпына келеді деп соңын күтетінбіз. Бірақ кішкентай баланың терісіндегі ондай қайызғақты табиғи майлардың көмегімен арылтуға болады екен. Зығыр дәнінің майы, бадам майы, күнжіт майы, осы 3 түрлі майдың қайсысы бар болса, сонымен теріні сылап, ақырын уқалау керек. Шашта болса, шаш түріне жағып, біраз массаж жасаған тиімді. Балаларды қайызғақ пайда болмау үшін ата-аналар баланы жеке өзіне сақтауға үйрету қажет. Оларға бөтен адамның тарағын және бас киімін пайдалануға болмайтынын ескертіңіз. Баланың шашын арнайы сусабындармен, яғни балаларға арналған сусабынмен жууды әдетке айналдырыңыз. Ауа райын қарай бас киім кигізу керек. Сонымен қатар бас өлшеміне сай болғанына мән беріңіз. Баланың бас киімі кең немесе тар болмауы шарт. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.